Құрметті студенттер, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы карантин және шектеу іс-шаралары тақырыбында болады. Ветеринарлық қауіпсіздік жүйесінің негізгі элементі карантин шаралары. Бұл дәрісте карантин енгізу тәртібі, шектеу аймақтары, құқықтық негіздер және іс жүзіндегі қолданылу мәселелері қарастырылатын болады. Карантин дегеніміз не? Карантин дегеніміз жұқпалы аурулардың таралуын болдырмау мақсатында белгілі бір аумақта уақытша енгізілетін шектеу іс-шараларының жиынтығы болып табылады. Карантин эпизоотиялық қолайсыз жағдай анықталған кезде ветеринарлық органдардың шешімімен енгізіледі. Бұл шара жануарлар популяциясын, адам денсаулығын және экономикалық тұрақтылықты қорғаудың маңызды тетігі болып табылады. Негізгі белгілері уақытша сипатта болады. Эпизоотиялық жағдай қалпына келгенше ғана қолданылады. Нақты географиялық аумаққа қатысты белгіленеді. Келесі, мемлекеттік ветеринарлық органдардың заңды шешімімен енгізіледі. Эпизоотиялық қолайсыз жағдай анықталған кезде іске қосылады және заңнамалық тұрғыдан міндетті сипатқа ие барлық тұлғалар орындауға міндетті болып табылады. Карантин енгізу тәртібі. Карантин енгізу кезең-кезеңмен жүргізілетін рәсімделген процесс. Әр кезең заңнама талаптарына сәйкес орындалуы тиіс және нақты құжаттармен расталуы керек. Эпизоотиялық жағдайды анықтау. Бұл ветеринарлық мамандар аурудың белгілерін тіркейді, алдын ала диагноз қояды және эпизоотиялық ошақтың шекарасын анықтайды. Сонымен қатар зертханалық зерттеу нәтижесі диагноз растау үшін жіберіледі. Шешім қабылдау. Ветеринарлық органдар алынған деректерді талдап, карантин енгізу туралы ресми шешім шығарады. Шешімде аумақ шекарасы, мерзімі және жауапты тұлғалар нақты көрсетілетін болады. Рәсімдеу және хабарлау. Шешімді тиісті құжаттармен рәсімделіп, жергілікті атқарушы органдарға, шаруашылық иелеріне және халыққа дер кезінде хабарланады. Аумақта ескерту белгілері орнатылады. Карантин кезіндегі негізгі іс-шаралары болып, оқшаулау, жәрмеңкелерді тоқтату, қозғалысты шектеу және дезинфекция. Оқшаулауға тоқталатын болсақ, ауру және ауруға күдікті жануарларды сау жануарлардан бөліп, арнайы оқшаулау аймақтарына орналастыру. Оқшаулау аймағында дербес ветеринариялық режим орнатылады. Жәрмеңкелерді тоқтату. Мал жәрмеңкелері мен сауда орындарының жұмысын тоқтату, сондай-ақ мал тасымалын уақытша тоқтату арқылы аурудың таралу жолдарын бұғатталады. Келесі, қозғалысты шектеу. Мал жануарлар мен жануар тектес өнімдердің карантин аймағынан тыс жерге тасымалдауына толық тыйым салынады, тек арнайы рұқсатпен ғана тасымалданады. Дезинфекция. Бұл жүйелі түрде дезинфекциялық іс-шаралар жүргізіліп, мал тұрақтары, тасымалдау құралдары және қоршаған орта зарарсыздандырады. Дезинфекция кестесі бекітіледі. Шектеу аймақтары. Бұл карантин енгізілген кезде эпизоотиялық ошақтың айналасына 3 деңгейлі шектеу аймақтар белгіленеді. Бұл аймақтар аурудың таралуын сатылы түрде тоқтатуға бағытталған және әрқайсысында ерекше режим орнатылады. Аймақтардың шекарасы табиғи кедергілерді, жол желісін және мал шаруашылығы инфрақұрылымын ескере отырып белгіленеді. Бұнда берілген суретте бірінші аймақта бұл қолайсыз ошақ болып табылады. Екінші бөлімі бұл қауіп төнген аймақ және үшінші аймағы бұл бақылау аймағы болып табылады. Осы қолайсыз ошақ ортасынан, яғни қауіпті аймаққа және бақылау аймағына қарай немесе банағыдай шекаралас жерлерге инфекция қоздырғыштары шығарылмауға тиіс. Қолайсыз ошақ режим сипаттамасына тоқталатын болсақ, қолайсыз ошақта қатаң режим орнатылады. Барлық жануарлар қозғалысына тыйым салынады. Жануарлар оқшауланады. Ветеринарлық мамандардың тұрақты бақылауында ұсталады. Ошаққа кіру тек арнайы рұқсатпен және
қорғаныш киіммен ғана киіп қана мүмкін кіруі. Негізгі шаралар жүргізілетін: ауру жануарларды оқшаулау және емдеу немесе жою, шаруашылыққа барлық кіріп шығу нүктелерін бекіту және күзету, шаруашылықта күнделікті дезинфекциялық жұмыстар жүргізу, жануарлардың клиникалық жағдайын үнемі бақылау, өлген жануарларды зарарсыздандыру ережелері бойынша жою. Қауіп төнген аймақ бұл қолайсыз ошаққа іргелес орналасқан аурудың таралу қаупі бар аумақ. Бұл аймақта профилактикалық және диагностикалық шаралар күшейтіледі. Сонымен қатар аймақтың шекарасы эпизоотиялық жағдайға байланысты кеңейтілуі немесе тарылуы мүмкін. Қолданылатын шаралар: жануарларды міндетті түрде тексеруден өткізу және диагностикалық зерттеулер жүргізу, профилактикалық және екпелер мен емдеу шараларын күшейту, жануарлардың қозғалысын шектеу, тек ветеринарлық рұқсатпен ғана тасымалдау, ветеринарлық мамандардың жиі тексеру жүргізуі және дезинфекциялық кедергілер орнату болып табылады. Бақылау аймағы дегеніміз шектеу аймақтардың сыртқы шеңбері болып табылады. Мұнда тұрақты ветеринарлық қадағалау жүргізіледі. Бұл аймақтың негізгі мақсаты аурудың одан әрі таралуын ерте кезеңде анықтау және алдын алу болып табылады. Аймақтағы барлық шаруашылықтар ветеринарлық тіркеуде болуы тиіс. Осы бақылау аймағында мониторинг шаралар, профилактикалық шаралар, есеп жүргізу жүзеге асырылады. Мониторинг жануарлардың жағдайын жүйелі түрде бақылау, клиникалық белгілерді ерте анықтау және деректерді тіркеу, профилактика алдын алу шараларын жүргізу, вакцинация кестесін сақтау, шаруашылық иелерін ағарту жұмыстарын ұйымдастыру. Ал есеп жүргізу бөлімінде жануарлардың саны, қозғалысы, денсаулық жағдайы туралы мәліметтер жинақтау және ветеринарлық органдарға ұсыну болып табылады. Құқықтық негіздері: бұнда заңнамалық база карантин шаралары Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасына сәйкес жүргізіледі. Негізгі құқықтық актілер болып ветеринария туралы заң, эпизоотияға қарсы ережелер, ветеринарлық органдардың бұйрықтары және нұсқаулықтары, халықаралық ветеринарлық стандарттар болып табылады. Карантин шешімін тек уәкілеттік ветеринарлық орган ғана қабылдай алады. Басқа тұлғалардың карантин жариялауы заңсыз болып табылады. Негізгі қорытындыларға тоқталатын болсақ, карантин және шектеу шаралары эпизоотиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің тиімді жүйесі болып табылады. Дұрыс ұйымдастырылған карантин аурудың таралуын тоқтатып, мал шаруашылығын қорғаудың сенімді кепілі болып табылады. Бұнда тәртіп, яғни карантин заң тәртіппен кезең-кезеңмен енгізіледі және ресми шешіммен расталады. Заңдылық: барлық шаралар ветеринариялық заңнамаға негізделіп, міндетті сипатта болады. Аймақтар: 3 деңгейлі шектеу аймақтары аурудың таралуын сатылы түрде тоқтатуға септігін тигізеді және қорғаныс, оқшаулау, дезинфекция және бақылау негізгі қорғаныс тетіктері болып табылады. Есте сақтайтын бір жайт: карантин режимін бұзу әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке әкеледі. Ветеринария қауіпсіздік бұл ортақ жауапкершілік деп түсінуіміз керек. Ал құрметті студенттер, осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.